Ал құрметті көрермендер, біз бүгін YouTube туралы сөйлесетін боламыз. Анау мынау емес, американский YouTube туралы. Бұл видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін, себебі бұл жерде өте құнды ақпараттарды қазір сіздермен бөлісетін боламын. Сосын құрметті көрермендер, уайымдамаңыздар. Мен сіздерге ешқандай курс сатпаймын. Видеоның соңында бір сілтемеге өт деп те ұсынбаймын, ешнәрсе айтпаймын. Жай ғана осы видеоның соңына дейін көріп, мұқият өзіңізге керекті ақпаратты алып, оны практикада қолдансаңыз, соның өзі маған үлкен сауапты іс деп ойлаймын. Сол себепті, егер сіз YouTube'ды бастап жатқан адам болсаңыз, әсіресе американский YouTube сізге қызық болатын болса, осы видеоның соңына дейін көруге кеңес беремін. Ал ендеше мен бастаймын. Көптеген адамдар ойлайды, американский YouTube'ды ашу өте қиын. Және оны ашу үшін саған Америкадан бір танысың, Америка жақта тұрып саған YouTube канал ашып беру керек, немесе американский сим-карта керек, немесе американский пошта керек, немесе американский VPN керек деп айтып жатады. Жоқ, құрметті көрермендер, онда ешнәрсе керек емес. Сіз Қазақстанда бір ауылды жерде немесе қалалы жерде тұрып ақ американский YouTube'ды аша бересіз. Оған ешқандай нөмірде пошта да керек емес американский. Жай ғана қазақстандық нөмірмен, жай ғана қазақстандық Google поштамен өзіңіздің аккаунтыңызды аша бересіз. Дәл алдарыңызда мен қазір осы 3-4 күн бұрын ашқан канал тұр, детский канал, ниша. Астында байқап отырсаңыздар, не тұр? Ағылшынша жазып тұр, және тақырыпта ағылшында болып тұр. Міне, мынау уже американский YouTube деп айта алады. Неге? Өйткені мен видеоларымды шетелдік аудиторияға арнап отырмын. Сосын құрметті көрермендер, YouTube'тың керемет бір қосымшасы бар. Оның аты творческий студия деп айтылады, немесе App Store'да, Google Play'да тартып алсаңыздар болады. Бұл творческий студия сіздің YouTube'тағы керемет көмекшіңіз, және сіздің құрал сайманыңыз десеңіз болады. Бұл жерде сіздер барлық ақпаратты біле аласыздар. Видеоларды қай уақытта салынып, қай елден адамдар көріп жатыр, қай уақытта сіздің адамдарыңыз көп көреді видеоны. Ол видеоның қызықты болған ба, қызықты болмаған ба, неше процент көрген, жалпы видео туралы барлық ақпараттар бар. Творческий студияны зерттеп жақсы жұмыс жасайтын болсаңыз, әрі қарай YouTube'тағы біліміңізді 50%-ға жоғарылаттыңыз деген сөз. Қарап отырсаңыздар, мына аудитория деген жерге кірсеңіздер, міне видеоның астында Соединенные Штаты, Германия, Мексика, басқа елдер бар, міне осы аудитория сіздің видеоларыңызды көрген болса, сіздің YouTube каналыңыз болды, арнайы шетелдік болып есептеледі, құрметті көрермендер. Сол себепті сіз өз видеоларыңызды шетел аудиториясы көреді деп, видеоларыңыз астына ағылшынша сөздер жазып, ағылшынша жаңағы хэштегтерді қойсаңыз, видеоға ағылшынша сөздерін төбесе жазып қойсаңыздар болды. Сіздің видеоңыздың YouTube алгоритмі аздаған уақыт ішінде шетелдік аудиторияға ұсынатын болады, құрметті көрермендер. Тағы бір айта кететін жағдай, YouTube'тың монетизациясы сол баяғыдай, құрметті көрермендер, 1000 подписчик жинайсыздар, 4000 сағатты орындайсыздар, немесе 90 күннің ішінде сіздің бірнеше видеоңыздың қаралымы 10 миллион алса, сіз монетизацияға қосылатын боласыз, құрметті көрермендер. Енді қандай нәрсе бар? Бір видео салдым, 5 миллион просмотр, 90 күннен өтіп кетті дейді, мен қайттан видеоларым салсам, сол 5 миллион есептеле ме дейді. Құрметті көрермендер, бұл жерде уже есептелмейді. Егер сіздің салған соңғы видеоңыздан бастап есептеледі. Мәселен, сіздің бір видеоңыз салдыңыз, 5 миллион просмотр жинатты, бірақ 90 күн өтіп кетті. Енді сіз 90 күннен кейін жаңа бір видео салайын деп жатсыз, бірақ әлгі 5 миллион просмотрыңыз есептелмейді. Сол салған видеоңыздан басталған күннен бастап просмотрлар 90 күннің ішінде 10 миллион просмотр жасаса, сол кезде ғана есептеледі, құрметті көрермендер. Және мынандай бір иллюзиядан аулақ болу керек. Американский YouTube'ға кірдім, бірден $2000-3000 таптым, қырып жойдым деген сіздерде түйсік болмау керек. Американский YouTube'да табыс табу үшін кем дегенде сіз өзіңіздің жарты жылыңызды немесе бір жылыңызды арнайсыз. Нарықты зерттейсіз, адамдар қандай ниша түсіріп жатыр, қалай түсіріп жатыр. Сіз әрбір осындай түсіру жолында сіз өзіңізге білім жинайсыз. Курстарда айтатын $2000, $3000 табасыз деген қызықырақ бір ақпаратқа сеніп қалмаңыздар, құрметті көрермендер. Ол курс сататын кісілер кезінде өздері американский YouTube'ты бастаған, қаралымнан ақша тапқан, жақсы ақша тапқан, сөйтіп, бірақ кейін қаралым тоқтап қалып, подписчиктер активность азайып кетеді да, ақша табу тоқтап қалады. Сол моментте ол кісілер барады, курс сатуды бастайды. Мен өйткені білем, өйткені менде портфолио бар, файл бар, еңбегім бар, міне деп сіздерге көрсетеді. Бірақ ол баяғыдай өздерінің қаралымдарын алмайды. Ол адамдарға ең дұрысы курс сатқан оңайырақ болып көрінеді, оның орнына YouTube-тағы қаралымдарын дамытудың орнына. Солай құрметті көрермендер, жалпы кез келген YouTube туралы, американский YouTube туралы ақпаратты
YouTube'тың өзін ізденіп тауып ала аласыздар. Және де тағы бір айта кететін дүние бар, жасанды интеллект. Толыққанды жасанды интеллектпен видеолар салсақ, YouTube монетизация бере ме дейді. Енді мына жерде мынандай нәрсе бар. 2026 жылдардан бастап YouTube көптеген жасанды интеллектпен жасалынатын видеолардың монетизациясын алып тастап жатыр, иә. Оны қалай анықтап жатыр? Көптеген YouTube блогерлер жаңа Gemini платформасы арқылы видеолар жасап, оны YouTube каналға салып жатыр. Ал Gemini дегеніміз ол жаңағы YouTube'дың, Google'дың продукциясы болып есептеледі. YouTube оны тез анықтайды. Бірақ жасанды интеллектті пайдалануға болады, егер сіз өзіңіз контент жасап, және өзіңіздің контентіңіз арасында жаңа закрывашка видеолар ретінде, бір ақпарат беретін ретінде бір жасанды интеллектті видеоларын, фотоларын қолданатын болсаңыз, ол монетизацияға жатады. Ал енді сіз толыққанды жасанды интеллектпен жасалған видеоны, озвучкасы да жасанды интеллект, видеода жасанды интеллект, барлығы жасанды интеллект болатын болса, YouTube жаймен уақыт өте сіздің монетизацияңызды алып тастайды, және жасанды интеллекттен түсетін табыс көзі нешада азырақ болады, құрметті көрермендер. Бірақ сіздер ойламаңыздар, толыққанды жасанды интеллект деген YouTube'қа жарамайды деген. Жарайды, бірақ бір өзінің шарттары бар, құрметті көрермендер. Енді, құрметті көрермендер, егер американский YouTube туралы сіздерде бір сұрақтарыңыз болса, білмей жатқан, түсінбей жатқан дүниелеріңіз болса, описанияға, комментарияға жазыңыздар. Мен өзім YouTube саласында 3 жыл тәжірибем бар. Мен не айтып жатқанымды, не түсіндіре алатынымды білемін. Себебі мен қазақша YouTube'да да жүргіздім, ол жақта азды көпті табыс та тауып көрдім. Американский YouTube'да да жүргіздім, ол жақтан да табыс таттым. Міне экранға көрсетіп қойшы, былай түсіп жатқан табыстарды YouTube каналымның. Бірақ сіздерде бір сұрақ болатын болса, жекелей бір консультация алғыңыз келетін болса, мен описанияға өзімнің WhatsApp нөмірімді жазып қоямын. Сол жерде маған хабарласыңыздар, жазыңыздар, YouTube туралы консультация алыңыздар. Мен курс сатпаймын, мен жай ғана кеңес беремін, құрметті көрермендер. Кеңес, білесіздер, ақылы ат пен түйе емес бағасы, бірақ менің кеңесімнен өздеріңізде құнды ақпараттарды ала аласыздар. Ал енді, құрметті көрермендер, арнаға тіркеліп, лайк басып, қолдау білдіріп қойыңыздар. Барынша YouTube туралы құнды ақпараттарды шығарып тұруға тырысамын. Аман болыңыздар.